Баршаларыңызға сәлем. Мен есімім Трегубова Виктория, орыстың қазақ қызымын. Мен Ресейде туылғанмын, бірақ білім алып өскен жерім Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Ұланбел ауылы. Анам сол жердің тумасы. Мектеп бітіргеннен кейін анам ілім-білім іздеп Ресейге барады. Сол жерде әкемді кездестіріп екеуі шаңырақ көтереді. Өзімнен 3 жас үлкен ағам бар. 2000 жылы анам өзінің туған жерін, елін бізге көрсетпекші болып, әкемді бізді Қазақстанға алып келеді. Қазақ халқының қонақ жайлығы, жері, халқы әкеме ұнағаны соншалық біз Ресейге қайта оралмадық. Қазақ тілінде білім алдым. Және де қазақ жерінде тұрып жатқаныма, қазақ тілінде білім алғаныма мақтанамын. Мен қазақ тілін ғана емес, оның әдебиетін де жақсы көремін. Сол себепті сіздің назарларыңызға Абай Құнанбайұлының «Есінде бар ма жас күнін» өлеңін ұсынамын. Есінде бар ма жас күнін, көкірегін толық, басым бос, қайғысыз, ойсыз мас күнін, кімді көрсен, бәрі дос. Махаббат, қызық, мал мен бақ, көрінуші еді досқа ортақ, үміт жақын, көңіл ақ. Болар ма сондай қызық шақ? Құдай-ау, қайда сол жылдар? Махаббат, қызық, мол жылдар. Ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар. Жалынасың, боқтайсың, сағынасың, жоқтайсың. Махаббат кетті, дос кетті. Жете алмайсың, тоқтайсың. Көзіме жас бер, жылайын. Шыдам бер, сабыр қылайын. Жаралы болған жүрекке дауа бер, жамап сынайын.